Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар, ұстаздар, әжелер, қыздар, әпке қарындастар. Сіздерді 8 наурыз аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әр адам көзін ашып дүниеге келгенде мейірімді, жүрегі жылы жанды көреді. Ол ана. Балаға анадан артық, анадан қымбат жан жоқ. Бүгін мереке қарсаңында аналарымызға жазған құттықтау хаттарымызды қабыл алыңыздар. Менің әлемдегі ең сұлу анашым, төл мерекеңіз құтты болсын. Мен сізді қатты жақсы көремін, сыйлаймын, амандығыңызды тілеймін. Ренжіткен сәттерім болса кешірім сұраймын. Сіздің жақсы оқы деген тілегіңізді орындауға тырысамын. Анашым, ауырмай бақытты өмір сүруіңізді тілеймін. Ұлыңыз Әділет. Аяулы анашым, сізді 8 наурыз аналар күнімен құттықтаймын. Жан анашым, мерекеңіз құтты болсын, отбасының күлесіз тамыр жайған. Әр беретін біздерге, әр беретін, шарасам да анашым бар әлемді, жан жоқ шығар өзіңізге тең келетін. Ортамызда анашым жүз жағамын. Аяулы сүйікті қамқоршым Асланым, сізді 8 наурыз шын жүректен мерекеңізбен құттықтаймын. Қуанышын сыйласын бұл мереке, күндеріңіз көп болып бақыт еткен. Мерекеден жетіңіз мерекеге, күндеріңіз көп болып көңіл еткен. Қуанышты күндеріңіз есік ашып, бақытыңыз анашым ортаймасын. Өміріңіз жайқалып гүл көктемдей, қайғы мұны анашым байқалмасын. Ұлыңыз заңға. Құттықтау хат, сүйікті менің анашым. Сіздің мейірбан жүзіңізде көктемнің алғашқы мейрамы төл мерекеңіз 8 наурыз құтты болсын. Бүгін сіз үшін жүрек жарды тілектерімді арнайтын күн. Ақыл құйған санама, алғыс айтам анама. Күн алыста ал анам, үнемі менің жанымда. Менің қамқор анашым, мен үшін сіздің аман сау ортамызда жүрген әр күніңіз үлкен мереке. Ауырмаңыз, 100 жасаңыз. Ұлыңыз Нұржан. Құттықтау хат. Мен аяулы анам, 8 наурыз мерекеңіз құтты болсын. Ол қыздарыңыздың қызығын көріп, аман сау ортамызда жүре беріңіз. Бақытты отбасыңыздың берекесі мәңгілік болсын. Көңіліңіз жайма шуақ гүлденсін. Ғұмырыңыз жан анашым ұзақ болып, ол мереке бақ береке әкелсін. Қиындықта сізден алыс жырақ болып, амандықта ортамызда жүріңіз. Сәтті болып анашым әр күніңіз, мерекеде жан анашым бар сізге, сонатты шын жүректен күніңіз. Аяулы анашым, сізді төл мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Сіз мені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қатарынан қалдырмай өсіп келе жатырсыз. Менің мақсатым алдағы уақытта сеніміңізді ақтау. Менің армандарым өте көп. Арманымның алғашқысы сізді бақытты ету. Сіздің амандығыңызды өскенде сіздің меккеге апару. Анашым, мен болашақта көздеген мақсатыма жету үшін ерінбей оқып, міндетті түрде мықты кәсіпкер болып, барлық мақсаттарыма жетуге тырысамын. Ана деген ақылшың, ана барда батырсың. Қасыңда кім болса да тек анаңа жақынсың. Құттықтау хат. Мен үшін ең қымбат жан. Менің жағдайымды ойлап, киімімді тазалап, сабағымды қадағалап жүретін, үнемі қасымнан табылатын асыл адам. Төл мерекеңізбен құттықтаймын. Алақанда аялап әлпештеген, құлпыратын күн сайын күлім қағып. Өткенім мен бүгінгім, ертеңім сіз, әр күніме күш берер үміт шағып. Құтты болсын мерекеңіз, әнімізбен, жырымызбен тербетеміз, отбасының көктемісіз, өзіңізбен артады берекеңіз. Ұлыңыз Мұхтар. 8 наурыз құтты болсын анашым. Бүгін шаттық, бүгін бақыт мереке. 8 наурыз келді құт болып. Құтты болсын анашым бұл мереке. Қуаныңыз, шаттығыңыз көп болып. Құттықтайда сізді бүгін ұлыңыз. Сәтті болып жалғасын деп күніңіз. Ақ жолықты, ардақты жан анашым. Амандықта ортамызда жүріңіз. Өзімізбен ортамыз шат мереке. Көңіліміз көтеріңкі болып кейде. Отбасынан қаймағысыз бұзылмас, бақ береке орнататын бұл үйге. Қымбатты